Кеңес өкімет тұсындағы Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының сипаты қандай? Ұлы Отан соғысының жеңіспен аяқталуынан бір жылдай бұрын, 1944 жылдың көктемінде халықаралық конференцияның шешімімен Кеңес одағының барлық одақтас республикаларында сыртқы істер халық комиссариаттары, кейін сыртқы істер министрлігі деп аталды, құрылды. Қазақ КСР жоғары кеңесі 1944 жылдың 13 сәуірінде Қазақ КСР сыртқы істер халық комиссариатын құру туралы арнайы бұйрық шығарды. Республиканың тұңғыш сыртқы істер халық комиссариатының төрағасы болып, белгілі қоғам мемлекет қайраткері, ғалым, профессор, Республика министрлер кеңесі төрағасының орынбасары Төлеген Тәжібаев 1910-1964 жылдары тағайындалды. Сыртқы істер министрлігін құруда елімізде белсенділік танытқан қоғам қайраткерлерінен кімдерді білесіңдер? Қазақстан сыртқы істер министрі қызметін Төлеген Тәжібаев, Асқар Закарин, Әди Шәріпов, Балжан Бөлтірікова, Қайырғали Байғалиев өздерінің негізгі қызметіне қоса атқарды. Ал 1973 жылдан бастап министрлік дербестік алды. Қазақ КСР сыртқы істер министр қызметін 1973-1976 жылдары Мәлік Фазылов, 1981 жылға дейін Мүсілім Базарбаев, 1989 жылға дейін Михаил Исаналиев, ал 1989-1991 жылдары Ақмарал Арыстанбеков атқарды. Сыртқы істер министрлігі қандай мәселелерді шешумен айналысады? Қазақ КСР Кеңес одағының құрамында болған кезде, оның сыртқы істер министрлігі республиканың сыртқы саясат мәселелерін шеше алмады. Оларды орталық Мәскеу шешетін. Қазақстан Республикасы тәуелсіздік алғаннан кейін дербес сыртқы саясат жүргізуді, дүниежүзілік халықаралық жағдайдағы өзінің орнын анықтауы тиіс болды. Қазақстан Республикасы Конституциясы бойынша еліміздің сыртқы саясатының негізгі бағыттарын ел президенті айқындайды. Сол бағыттарды жүзеге асыру сыртқы істер министрлігіне жүктеледі. Ал сыртқы саясат қызметінің заңдық негізін республика парламенті белгілейді. Қазақстанның сыртқы саясаты тұжырымдамасының негізгі бағыттарын республика президенті Назарбаев өзінің 1992 жылғы 16 мамырдағы Қазақстанның егеменді мемлекет ретінде қалыптасуы мен дамуының стратегиясы деген еңбегінде анықтап берді. Сыртқы саясаттың негізгі мақсаты деп көрсетілген онда, еліміздің саяси және экономикалық реформалар негізінде дәйекті даму үшін қолайлы сыртқы ортаны қалыптастыру және қолдау. Бұл маңызды жұмыс сыртқы саяси ведомствоны қайта құрудан басталды. Қазақстан Еуразиялық аймақтың дәл ортасында, шығыс пен батысты байланыстыратын көлік және коммуникация жүйелерінің түйіскен жерінде орналасқан. Экспортының негізгі бөлігін шикізат, металл, мұнай, астық, жүн құрайды. Сондықтан әлемнің шикізат рыногына тәуелді. Өзінің осы жағдайларын ескере отырып, Қазақстан халықаралық аренада көп қырлы бағдар ұстанды. Оның мәнісі таяу және алыс шет елдердің бәрімен өзара тиімді ынтымақтастықты дамыту болып табылады. Бұл бағыттағы стратегиялық міндеттер еліміздің тәуелсіздігі, оның аумақтық тұтастығы мен шекараларының бұзылмайтындығы сияқты ұстанымды мәселелерді үнемі ескеріп отыру деген сөз. Қазақстанның халықаралық қатынастарда қалатын орны мен рөлін анықтау үшін еліміздің географиялық, геосаяси және геоэкономикалық жағдайы мен мүмкіндігі ерекше маңызды болып отыр. Дүниежүзілік қоғамдастық Қазақстанды 21 ғасырдағы негізгі энергия көздерін берушілердің бірі деп санайды.